адамзат өмірінің сан саласына еніп, талай тапсырманы жеңілдетті. Дегенмен автоматтандыру адамзаттың маңыздылығын әлсіретіп, наразылықта туғызды. Ғалымдар алдағы 5-10 жылда келесі даму кезеңіне өтеміз деп отыр. 5-ші өндірістік революцияның басты қуаты не болады? Отандық футурологтардың дайындығы қалай? Тілші Айсәуле Сейітбек тарқатады. Назарбаев университетінің докторанты Айгерім Нұрбаева робот пен адамның физикалық қарым-қатынасын зерттеп жүр. Нақтырақ айтсақ, өнеркәсіпте өзара бірге жұмыс істеу алгоритмін жазады. Автомат әріптестің адам үшін қауіпсіз болуын қадағалайды. Ғалымның айтуынша, бұл зерттеу 5-ші индустриялық революцияның басты жаңалығы болмақ. Адамның роботқа қауіпсіз болуын қамтамасыз ету үшін неше түрлі методтарды қолданып жұмыс жасау керек. Біз мысалы speed and separation monitoring деген жұмысты пайдаланамыз. Роботтың қасына адам жақындап кетсе, робот тоқтауы керек. Ал орташа бір метр қашықтықта жүрсе, робот өзінің жұмысын жай жұмыс жасайтын болу керек. Ал адам роботтан өте алыс қашықтыққа кетіп қалса, онда робот барлық күшімен, яғни барлық жылдамдығын қосып, өзінің жұмысын тез аяқтауға міндетті болуы керек. Автоматизация дамыған бірқатар ел әуресі көп жұмыстармен айналысудан әлдеқашан бас тартқан. Есесіне медицинада Да Винчи атты робот-хирургтар операция жасап жүр. Ал мысық пен күшік кейпіндегі робот жануарлар Альцгеймермен ауыратын зейнеткерлердің көмекшісі ретінде тесттен өтіп жатыр. Робототехниканы тезге қоймасақ, Қазақстан арзан жұмыс күшіне айналады деп отыр Айгерім. Өйткені өндірісті тездетіп, экономикаға қарқын беретін ендігі күш робот пен адамның синергиясына түседі. Ғылым дамыған мемлекеттерде, ол мемлекеттер өмір сүру жағдайы жоғары, мысалы қарап отырсаңыз, ол елдердің өздері, мысалы өмір сүру сапасы төмен Бангладеш, Индонезия сияқты елдерді